Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қамырда пісірілген кішкентай шұжықтар жасау рецептімен бөлісемін. Тез әрі дәмді болып піседі. Шұжықтарды екіге бөліп аламыз. Шамамен 6 шұжық, 2 жұмыртқа, 1 стақан ұн, жарты стақан сүт, 1 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз және ағаш таяқшалар қажет. 2 жұмыртқаның үстіне тұзды қосып араластырамыз. Үстіне сүтті құйып араластырамыз. ұн мен қопсытқышты салып араластырамыз. Ағаш таяқшаларды шұжыққа тығып шығамыз. Сушидің таяқшаларын да қолдануға болады. Шұжықты осылай қамырға батырамыз. Қызып тұрған майға пісіреміз. Шұжықтарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.